бетонный мешалка жөндеу. Мына жердегі подшипник кетіп қалыпты, ішкі подшипнигі. Сыртқысы кетпеген болды, сонда да ауыстырып жіберіп жатырмын. Мынандай подшипник дәл келеді екен. Мына нөмірі. Шығару қиын болды, ол қатып қалған болды. Мына жерінен банағы грушасы бар ғой. Сол екі ортаға мынандай ағаштар кесіп, қағып, клин ретінде істеп едім, шықпады. Сосын бір жағына монтировка, бір жағына бұлай қарсы тығу керек екен. Мен бір жағынан тығып едім, шықпады. Мына жағынан монтировка, мына жағынан балта. Бұлай қақтым, кезекпен кезек қаққанда атып шықты. Мына стопорлерді шығарып алып кетпеңіздер. Мына стопор мына жерінде басында тұрады. Мына қазір грушаны көрсетемін. Мынандай груша. Мына ішіндегісі обойымыз қалып қойды. Екінші подшипник, бірінші мына стопорды шығарып аласың мына жердегі. Сосын мынау банағыдай қаққанда түсіп қалады. Сосын түсіп қалғаннан кейін мына жерде стопор бар, ана жерде тағы стопор бар. Соны шығарып аласыз. Мынаның бәрі майысып қалды. Ағаш салғанның өзінде майысып қалды. Басқаша қалай шығаратын көрген жоқ. Ана жердегі мынандай темірді тесіп, екі болтпен итеретін бар. Оны тескім келген жоқ. Неге десең, мына темір ондай қалың емес. Бара-бара ішіне су, балшық кіріп, шіріп кетуі мүмкін. Сосын өйтіп тесіп істеген жоқ. Мына методын жасап жатырмын. Ішінде қалып қойды міне. Оны ішінен бұлай тестім. Балғырықпен кестім. Несін таба алмай. Бірінші мына жерден тестім, ол артық болып кетті. Мына жерден тестім, ол жетпей қалды. Мындан тесіп едім, асып кетті. Мына жер екен балғырықпен кесіп тауып алдым. Сосын екіншісін дәл тестім. Оны сосын шықпады. Оның ыңғайлы несі. Мұны перфораторды соғатын бар ғой. Банағыдай бұрғылап тесетін емес, тек соғатынына қойып қоясың да. Мынандай соғатын қойып қоясың да. Жаңағы мына екі тесіктен кезекпен кезек итеріп өтсе шығады екен. Сөйтіп обойым шығып жатыр. Әйтпесе воды шаштым, бәрін шаштым, онымен обойым шыққан жоқ. Қыздырдым. Бірақ жақсы болды. Осылай ауыстырып отырғаным негізі өзім ойымда жүреді. 10 жыл болды бұл. 2015 жылы осы қыркүйек айында алынған не еді? Бетонный мешалка. Мынандай кішкене демеу жасап едім. Бұның мынандай самокаттың несін салып едім. Артқы дөңгелектерін ол бармады, желіп қала берді. Оған не болса да темір бармайды, тарсылдап дауыс қатты болып кетеді. Бұның орнына ойлап тұрмын, воротаның сыртында бір резин ба, сондай мен подшипник ішінде подшипник бар, роликтер бар, сондай салу керек екеуін. Осының арқасында деп ойлаймын, 10 жылға шыдағаны негізі. Бұны жасағанына 3 жыл болды. 3 жыл жарым ба сондай болды. Сол кезде негізі мына былай груша екі жаққа ойнап тұрды. Сонымен сол кезде мынаны жасадым. Осының арқасында 3 жыл жүргенін деп ойлаймын.